Өт ас қорыту жүйесінде маңызды рөл атқаратын ағза. Ол бауырда пайда болып, өт қабына жиналады. Өттің негізгі қызметі майларды ыдырату және ас қорыту процесін жеңілдету. Бірақ өт дұрыс жұмыс істемесе, денсаулыққа түрлі проблемалар әкелуі мүмкін. Бүгін біз өтті тазалаудың әдістері мен оның денсаулыққа пайдасы туралы толығырақ айтамыз. Өттің қызметі мен тазалаудың маңызы. Өттің тазалығын сақтау ағзаның жалпы саулығына әсер етеді. Егер өт қабында тас жиналса немесе қабыну байқалса, ас қорыту процесі бұзылады. Бұл артық салмақ, іш қату немесе бас аурулары, жүрек айну сияқты мәселелерге әкелуі мүмкін. Өтті тазалау арқылы ас қорыту жүйесін жақсартуға, денені зиянды токсиндерден тазартуға және жалпы энергия деңгейін арттыруға болады. Өтті тазалау әдістері майлы және зиянды тағамдарды көп тұтынатын адамдарға пайдалы. Мұндай тазалау әдістерін үй жағдайында да орындауға болады, бірақ алдымен дәрігермен кеңескен жөн. Өтті тазалау әдістері. Бірінші, тамақтануды өзгерту. Өтті тазалаудың ең қарапайым жолы дұрыс тамақтануды бастау. Ағзаға пайдалы өнімдерді қолдану өттің жұмысын жақсартады. Жасыл көкөністер, брокколи, шпинат және капуста сияқты жасыл көкөністер өттің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Цитрустық жемістер, лимон, грейпфрут өттің бөлінуін ынталандырады. Қызылша бауырды және өтті тазартады. Екінші, сұйықтықты көбейту. Өттің қоюланып қалмауы үшін ағзаға жеткілікті мөлшерде су қажет. Күніне кем дегенде 8 стакан су ішу, яғни кем дегенде 2 литр су ішу өттің табиғи түрде тазалануына ықпал етеді. Сондай-ақ шөп шайларын ішуге болады. Түймедақ шайы қабынуды азайтады және өттің қозғалысын жақсартады. Жалбыз шайы ас қорытуды жақсартып, өт қабының жұмысын реттейді. Қалақай өт айдау процесін жақсартады. Жол желкен өт бөлінуін ынталандырады. Үшінші, детоксикация жасау. Өтті тазалау үшін детоксикация әдісін қолдануға болады. Бұл әдіс токсиндерді ағзадан шығарып, өттің қызметін жақсартады. Детоксикация әдісінің бірнеше жолы бар, ол қауіпсіз жасалу үшін маманмен кеңескен жөн. Детоксикация жасаудың мынадай түрлері бар. Зәйтүн майы мен лимон шырыны. Таңертең аш қарынға бір ас қасық зәйтүн майын, лимон шырынын ішсеңіз, өт қабын табиғи түрде тазалауға көмектеседі. Алма шырыны. Алманың табиғи қышқылдары өттегі тастарды ертеді. Төртінші, физикалық белсенділік. Дене қимылы өттің ағзада еркін қозғалуы үшін маңызды. Жаттығулар қан айналымын жақсартып, өттің тоқырауын болдырмайды. Күнделікті жаяу жүру немесе йога жаттығулары өттің жұмысын ретке келтіреді. Қарқынды жаттығулар өттің артық токсиндерден тазаруына көмектеседі. Бесінші, дәрілік өсімдіктерді пайдалану. Өттің тазалануына әсер ететін бірнеше дәрілік өсімдіктер бар. Бұл табиғи әдістер қауіпсіз әрі тиімді. Адувантик түбірі. Бұл өсімдік өттің бөлінуін арттырып, бауырды қолдайды. Артишок. Артишоктың сығынысы өт қабындағы токсиндерді жояды. Және де тағамымызға талшықты тағамдарды қосатын болсақ, ол ішек жұмысын жақсартады. Өтті тазалау барысында неге мән беру керек? Өтті тазалау кезінде ағзаға зиян келтірмеу үшін бірнеше маңызды ережелерді сақтау керек. Дәрігердің кеңесі: егер өт қабында тастар немесе қабыну белгілері болса, тазалау әдістерін бастамас бұрын дәрігерге жүгіну керек. Тым қатты диетадан аулақ болу. Диета ағзаға қажет витаминдер мен минералдардан айырмауы тиіс. Шамадан тыс физикалық жүктеме жасамау. Жаттығуларды біртіндеп орындау қажет. Өтті дұрыс тазалау денсаулыққа келесі артықшылықтарды береді. Ас қорыту жақсарады, майларды сіңіру жеңілдейді. Бұл жалпы ас қорытуға оң әсер етеді. Энергия деңгейі көтеріледі. Өт дұрыс жұмыс істесе, ағза азық-түліктен көбірек қоректік заттарды алатын болады. Терінің жағдайы жақсарады. Өттің тазалануы токсиндерді жою арқылы теріге жағымды әсер етеді. Иммундық жүйе күшейеді. Өт дұрыс жұмыс істеген кезде ағза токсиндерден арылып,
иммунитетті арттырады. Өт ағзаның маңызды бөлігі, сондықтан оның тазалығын сақтау денсаулық үшін аса қажет. Өтті қалай тазалауға болады? Бұл сұраққа қарапайым әрі табиғи әдістермен жауап беруге болады. Тамақтану тәртібін өзгертіп, сұйықтықты жеткілікті мөлшерде ішіп, ащы және майлы тағамдарды тұтынбай, физикалық белсенділікті арттыру арқылы өттің жұмысын жақсартуға болады. Видео пайдалы болса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Деніңіз сау болсын.